Армысыздар, менің сүйікті тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Арайлым, саған айтар әңгімем бар еді, деді жігіті. Айтсаңшы, құлағым сенде. Жаным, сені кезіктіргелі 2 айдан жүзі өтсе де, бұрыннан таныс, жақын жандарша өзіңе байланып қалдым. Бауыр басып қалғаным соншама, сені 1 секундқа да тастап кеткім келмейді, деді жігіт. Осы меді айтпағың? Сенің менсіз ауаны да еркін жұта алмайтыныңды білем ғой, Жомарт. Екеуміз үйленсек қайтеді? Мен саған құда түсіп барайын, деді жігіті. Жоқ, атай көрме. Әкемді білесің. Саған босқа зәбір көрсеткенін қаламаймын. Жаным-ау, әйтеуір бір әкеңнің алдына өтіп, қолымды сұрауым керек емес пе? Қашанғы жасырынып кездеспекпіз? Жарайды, маған уақыт бер, анамның тамырын басып, әкемді көндіруін сұрайын, деп 2 ғашық үйлеріне тарқасты. Кештетіп анасына ыңғайлай әңгімені төңіректеген отырған Арай. Қызым, саған жақсы жаңалығым бар, сені жақсы жерден айттырып келді, дегенді естігенде мелшете қалды. Құдасы несі? Менің сөз байласқан жігітім бар, қайдағын айтпаңызшы, анашым, деді. Қайдағы жоқты сен айтпа, ата-ана баласының жаман болғанын қалай деймісің? Сендегі қазір өтпелі албырт сезім ертең-ақ су сепкендей басылып, өткеніңе күле қарайсың. Одан да әлгі жігітпен танысып көр. Әкең екеумізге қатты ұнады. Саған да ұнары сөзсіз, деп әңгімені тоқтатып, бөлменің жағын өшіре шығып кетті. Түнімен дөңбекшіп ұйқы көрмеген Арай ертеңіне ғашығы Жомартқа анасының сөздерін айта алмады. Екеуі күн ұзаққа саябақта үнсіз аралап қоштасарда. Менің ертең үйіңнен алып қашшы, деген қыздың сөзі жігітті қобалжытып қойды. Үлкендердің рұқсатынсыз жастардың бұл әрекеті үлкен дау-дамай тудырды. Себебі Жомарт ғашығын өзімен бірге ала кетуге сайланып келгенде, Арайдың үйінде сырға салуға басқа жігіттің туыстары болатын. Қонақтардың арқа-жарқа отырыстан амалын тауып үйден қашуды жоспарлаған қыз жүгіріп сүйіктісі Жомарттың иығына асылғаны сол еді. Ту сыртынан бақылаған болашақ күйеу жігіт атып шықты. Бір сұлуға таласқан 2 жігіт арыстанша арпалысып жатты. Өліспей беріспейтін қайсарларды ажырату мүмкін емес. Кенет қолы қанға боялған Жомарт суық қаруын әлгі жігітке, жаңағы күйеу жігіт Мұхтарға сұғып алды. Арай сасқанынан жігітіне қаш, кет деп айқайлады да, өзге ішке қарай жүгіріп кетті. Таң тамаша отырған қонақтарының шырқы бұзылып, жедел жәрдеммен полиция қызметкерлері бір жаралыны, ендігісі қылмыскерді өздерімен ала кетті. Болған жайтқа тікелей куәгер Арайдың аузын жапқан анасы. Жомарттың кесірінен бел омыртқасынан зақым алған Мұхтардың сөзін сөйлеуді бұйырды. 2 көзі жасқа малынған қыздың қарсыласқанынан түк шықпады. Құрығы ұзын таныстарын араға салған Мұхтардың ата-анасы Жомартқа ең ауыр үкімнің шығуын талап етті. Қызғаныштың қызыл етіне таланған Жомарт осылайша пәлен жылды арқалап қапасқа қамалды. Әрине, сүйіктісі үшін от басып, түрмеге түскені жігіттің жалғыз анасы мен әпкесіне ауыр тиді. Арайды жақтыртпай, жер-жебіріне жеткендері де сондықтан. Жан-жақтан қыспаққа алынған қыз ақыры ауруханадан бір-ақ шықты. Аяғы ауыр. Қалайша? Дәрігерлер неліктен түсік жайлы жиі айтуда. Жомарт екеуінің арасында орнаған бір ғана жақын байланыстан сәбилі болуы мүмкін бе? Көздерін шел басқан сол түні екеуі ұзақ сырласып, махаббатқа толықтай беріліп қойғаны ма? Жігіттің, сені ақ некелі жарым етпей, мойныңа ернімізді тигізбеспін, деген сөзі қайта. Анасынан жасырып қалуға тырысқан қыз дәрігерлерге жасырып жиған ақшасын ұсынып, ауыз бастырып берді. Араға апта салып, жігітімен кездесуге рұқсат алды. Түрі түтігі, қатал ортадан қорлық көріп жүргені байқалып ақ тұр. Арайды көрді де. Неге келдің? Мені ұмытқаның жөн, деп артқа бұрылды. Жаным, менің аяғым ауыр екен. Не дейсің?
Есің дұрыс па сен қыздың? Иә, рас айтам. Мен сенің балаңды көтеріп жүрмін. Арай, ақмақ болма. Мені ұмыт, бала. Ал баланы кеш болмай тұрғанда алдырып таста. Күнәһар болғаным азда енді құрсағымдағы баланы өлтір деймісің? Неге? Бұл періштенің жазығы не жомарт? Сен неге түсінбейсің? Оның да менің де сенің де болашағың жоқ. Баланы алдырда басқа біреуге ти. Мен осы жерден шыққанша сенің баламмен қор болғаныңды қаламаймын жаным. Жаным, неге түсінбейсің? Кешірші, маған да ауыр. Өз баламды өлімге құю неткен сорақылық. Бірақ басқа амал бар ма? Деп жыламсыраған күйі жомарт қайта темір торына кетіп барады. Арайлымның тамағына тығылған өксігі өзегін өртеп, үйіне қайтты. Бейшара Арайдың тағдырының ата-анасы шешіп қойған. Қалайда Мұхтарға қосуды жоспарлады. Жігіттің сал болғанына тікелей қыздарын кінәлі көрді. Қызымыздың басына түскен нәубет өміріне таңба болып қалар. Енді ешкімде құда түсіп қолын сұрамас деді. Ұзақ ойлана келе Арайлым бойындағы өзгерісті айтуға бекініп, шындықты астыртын жеткізуге тырысты. Онсыз да кірерге тесік таппай, қызының болашағына алаңдаулы әке шешесі бұл жаңалықты естігенде шалқадан түсті. Іштен шыққар шұбар жылан. Жалғызының қалайша жаза басқаны, ендігі өміріне балтаны шауып, қалай ғана тығырықтан шықпақ. Әкесінің жүрегі ұстап, ауру тапты. Анасының ойына бірінші баланы алдыру келді. Арайды алып дәрігерге барып тексерістен өткізді. Мерзімі үлкен, оның үстіне ультрадыбыстық бақылаудан бір емес, қос жүрек шығып тұр. Ашуға булыққан ана қызының қалайда түсік тастауын талап етті. Дәрігерлердің анасына, баланы алдыруға болмайды, сіз қызыңыздың бала сүю бақытынан айырмаңыз деген сөздеріне де пысқырмады. Арайдың қолынан жетектеп дәріханадан арнайы түсік тастайтын дәрілерді алды. Көзінің шеш басқаны соншалық, қызының аузына алақандай дәрілерді уыстап тығып, жанын қинады. Амалын тапқан қыз үйден сытылып шығып, сүйіктісінің туыстарынан пана іздеп барды. Арай, әпке, апай, өтініш, шалынан. Мені дұрыс түсініңіздерші, Жомарттан аяғым ауыр. Анам мені еріксіз қинап басқа жігітке ұзатпақшы. Ішімде бір емес, екі жүрек соғып тұр. Егерде сіздер мені қабылдасаңыздар, мен ұлдарыңызды теміртордан босағанша күтуге дайынмын. Деп аяқтарына жалбарынып ағыл тегіл жылады. Баласының қазіргі жағдайына кінәлі қызды қай ана бауырына тартсын. Жомарттың анасы Мақпал апа жесір қалған күннен бастап, баласы мен қызына арқа сүйеп, күнелтіп жүрген. Біресе еден жуып, не бала бағып табыс тауып, балаларын сүйреп жетілдірдім-ау дегенде, Жомартты жаза басып, қылмыскер атанды. Аяғына оралып жылап отырған Арайға, біз сені асырай алмаймыз. Тіптен сенің құрсағыңдағы баланың менің ұлымдікі екеніне де күмәнім бар. Сенің бізге көрсеткенің аз емес, жолымызда тұрма. Кет, құры, деп жекіп тастады да, есікті тарс жапты. Келдің бе? Көзің ағарып қайда жүрсің? Сен қызақ менің жүйкемді шығартып шашымды ағартатын болдың. Анашым, мені кешірші. Мен сіздерге адал перзент бола алмадым. Өлсем обалым жоқ адаммын. Менімен не істесеңіз де көндім. Бірақ балаларымды өлтірмеңізші. Бала дейді ғой, бала сенің нең теңің. Аузынан сүтін құрғамай айтып отырған сөзім мұның. Жетер, болды. Ертең сені Мұхтарға апарып қосамын, басымдағы бір пәледен арылып, шеңілдеп қалатын шығармын. Ана әкеңнің жаты санау, осындайда бас көтеріп мәселені шешуге көмектесудің орнына ауырмайтын кезде ауырып. Деп шешесі мұрнының астынан мыңқылдап, Арайдың миын жеп бітірді. Ертеңіне болашақ құдайларына үйіне барып, қызының көз жасына қарамай, ботадай боздатып тастап кете барды. Өз ата-анасына қажет болмаған қыздың қайын жұрты қайбір қадірі болсын. Мұхтардың анасы оңай әйел емес. Күн сайын баласының салданып, шатып қалғанына келін кінәлап, төртпектей берді. Оның үстіне аяғы ауыр, іші дөңгеленіп көзге ілігіп қалған. Оның үстіне егіздер еді. Арайлымның жасын күнде сүртумен өткен Мұхтардың басқа амалы жоқ еді. Екі аяғын тігінен басып,
шалқалай жүргеннен күндері сағым болып қол бұлғаған. Мүгедек жігітке кімнің жар атанғысы келсін бұл заманда. Келіншегін құшақтап көрпесін жабу былай тұрсын. Анасына қарсы шығып, сөзінде сөйлей алмайды. Баланың өзінікі еместігін біле тұра қабылдап, дүниеге сау күйінде келуін қалады. Уақыт сырғап өте берді, Арайдың толғағы қысып. Нәрестелерді өлім мен өмірдің арасында қинала әзер босанды. Некесіз туылған сәбилерді көріп сүйінші сұрауға екі жақ асықпайды. Қызының маңдайынан сипап, ащы терін сүртуге жарамаған ана тіптен перзентханаға келіп, жағдайын білуге жарамады. Сарлық пен мұңлық туғандай Арайлымның салысуға құрып, өмірден қатты түңілді. Итке тиген мысықша еш жерге симай, тірі күйік болды. Белі бекімеген келінді жұмсауға асыққан енесі Жайбарағат балалар немізуіне мүмкіндік бермейді. Арайдың бақытына орай екеуі де момын балалар. Егіздердің атын Әсел мен Әсет қойған. Жата-жата жамбаса орған Мұхтардың жүйкесі әбден жұғарған. Күнұзақ ата енесінен қыспақ көрген келіншегіне тыныштық бермейді. Оңаша қалса болды бұрынғы сүйіктісін айтып, бетіне басады. Одан қалса егіздерге тиісіп, ашу ызасын балалардан алды. Енесі көп ұзамай Арайлымға: «Немене кешірінесің? Құтты бір біздің ұрпақты жалғап, адалыңнан келгенде кесілесің. Қайдағы бір тексіздердің менің асырайтын ойым жоқ. Қанішердің ұлы мен қызын өзіне апарып бер. Я болмаса өзіңде бұл үйден қараңды батырасың», деп әңгіменің ашығын баса бастады. Іздер сұрары жоқ. Бейшара қыз үнсіз қарап отырған кеусімағынан темеу күтті. Ешкімге керегім болмаса неге өмір сүріп жүрмін деген сұрақты өзіне қайталап қоя берді. Туған әке шешесі бауыр еті балаларынан ат тонын ала қашты. Сүйген жігіті темір тордың арғы жағында. Аяғының ауырлығына қарамастан кеудесін итерген ғашығының анасына қайтып баруға беті жоқ. Күнде жегенін желіп, ішкенін ірің етіп, еткен енесінен тойып бітті де, бәріне қолын бір сілмеді. Егіз балаларын көрпеге орап алды да, алды-артына қарамай, есікті тарс жапты. Енесінің: «Қайта кірер есігіңді қатты жаппа, барар жер, басар тауың жоқ. Ертең-ақ алдымызға еңіреп келерсің», деген сөздер қабырғасын қайыстырады. Ештеңеге қарамай, жолшыбай көлік тоқтатып мініп кетті. «Қайда барасыз?» деген шопырдың сөзіне жауап қатпай, тұншығып жылай берді. Әлгі шопыр кісі не істерін білмей орталық мешітке түсіріп кетеді. Арайлым қайысырап отырған сыған әйелдің қатарын толықтырып, жандарына жайғасты. Алақан жаю мақсаты болмаса да не істеп не қойғанына есеп бере қоймады. Балалары бірінен соң бірі шырылдап жылайды. Ауыздарына емшегін кезек-кезек тосқанмен сүті шығар емес. Қарны ашқанын білмей жылап жүріп, сүтінің тартылып кеткенін байқамады. Жанындағы сығандарды, балаларды тастады да, өзі құлағындағы алтын сырғасын сатып, ақша тапқысы келді. Қолына алтын ұстап, алдынан шыққан жанға ұсынып, ебіл-дебілі шығыпты. Үсті басының алқам-салқамы шыққан, жылай-жылай бет аузы үсіп, мазасы қашқан әйелден кім алтынын сатып алсын? Ұрлығы болар, сенде мынадай алтын қайдан болсын деп күле қарады. Әрі-бері шапқылап жүргенде қас қарайып мешіттің қақпасына келсе, әлгі сығандар отырған орындарында жоқ болып шықты. «Балаларым қайда? Егіздерім?» деп өткен кеткен адамдардан жаңағы сағандарды сұрай, есі кетті. «Отобай, қайда олар? Балаларымды кімде тастап кетті мен? Көмектесіңіздерші, мейірімді жандар. Мен балаларымды жоғалттым», деп айқайлап жылай бастады. Мазасы қашқан келіншекті жергілікті полиция қызметкерлері ұстап, сұрақтың астын алды. «Түн ішінде елдің мазасын алып, қайдан алжасып жүрсің? Түсініңіздерші, мен балаларымды жоғалтып алдым. Мешіттің алдында отырған сығандарға тастап, өзім алтынымды сатпақ болғам. Қайдағы алтын, қайдағы бала? Күлкіміз келтірмеш қарағым. Өзің әлі баласың ғой? Әкел, ана алтынды көрейік, бәлкім сатып алармыз», деп қарқылдап күліп, сырғаны тартып алды. «Жоқ, беріңіздерші алтынымды. Сіздерді де халықтың сақшысы дейді. Ту беттеріңе. Қап бәле, мына қыздай. Түрменің түбінде шірітпесем бе сені?» Кенет бөлімшеге кең иықты, денелі егде тартқан кісі кірді де:
Доғарыңдар мына бассыздықта. Қызым шырылдаған дауысың бір шақырым жерге жетіп жатыр ғой. Кешіріңіз, жолдас полковник. Бұл бізді қызды мешіт маңынан таптық. Айқайлап жылап, елдің базасын алып, алтын ұрлап жатқан жерінен қолға түсірдік. Жалған, өтірік. Аға, сенбеңіз бұларға. Алтын өзімдікі, шырылдаған балаларыма нан болсын деп, құлағымнан шештім де сатпақ болдым. Балаларымды сағандар ұрлап кетті. Ал мына полиция сымақтар көмектесудің орнына мені бөлімшеде қамап ұстап отыр. Егіздерім не бәрі 4 айлық. Барар жер басар тауым жоқ. Аға, өтінем. Құлыңыз болайын. Балаларымды тауып беріңізші деп әлсіреп, басы айналып құлап қалды. Жергілікті бөлімшедегі полиция қызметкерлерін бәрін аяқтан тік тұрғызған полковник сәбилерді табуға барын салды. Сығандарды мекен тепкен ордасын тіміскілеп жүріп балаларды 1 сағатта тауып, Арайдың қолына табыстады. Балаларын дін аман құшағына қысқан ана құмарлана иіскеп, омырауын аузарына тосты. Қырсыққанда ашқан балалар жылауын қоймай іңгәлеп бөлімшені басына көтерді. Полковник Арайға қарап, қызым, жүр менімен. Біздің үйге барасын, қазір жеңгеңе жақсылап ет асқызамыз, деп көлігіне мінгізіп, өзімен алып кетті. Полковник үйіне жеткенде қақпа өзегінен ашылып, алдынан жылы шырайлы келіншегі күтіп алды. Жадыра полковникті құдай қосқан жары. Дереу Арайлымды жуынатын бөлмеге кіргізіп жіберді де, таза киімдерін дайындап қойды. Қазаннан етті түсіріп, балаларды кезек-кезек көтерген үлкендер Арайлымды әңгімеге тартты. Басына түскен нәубетін тәптіштеп тұрып, тәспіге тізгенде айтып шыққанша өзі де шаршап, талықсып ұйқыға кетті. Өмірге енді ғана қанат қаққан сары уыз балапанның орта жолға жетпей жатып, қанаты сынғанына полковник пен жұбайы терең күрсінді. Алла тағала бұл екеуіне бәрін де берген сияқты. Мансап пен байлықтан кенде қылмаған. Бірақ бір перзентке зар етті. Тар құрсағын кеңейте алмай бармаған жер, баспаған тауы қалмаған. Отазған 30 жылдың ішінде бала тілеп, жастыққа талай мұңын шаққан. Қалың ұйқыда жатқан Арай сәбилерінің жылағанына да оянар емес. Екеуі екен нәрестені жұбатып, тәтті естеріне тоймай еске-еске, көздерден қуаныштың жасы ыршып түсті. Араға апта салып, полковник Арайлымды түрмеде де жатқан балаларының әкесімен жолықтыруға барды. Көптен бері туыстары төбеге көрсетпеген жомарттың жүзінде таңданыс бар. Бұл кім болуы мүмкін? Демен кездесу бөлмесіне барып, балалармен әбіржіп отырған келіншекті көрді де, Арай, бұл сенсің бе? Мұнда қайдан жүрсің? Кеуің ұрсып қызғанып жүрмесін, үйіңе кері қайт, деді. Баяғы алып ұшқан көңілі басылғандай. Бойында біршама өзгерістері байқалды. Түрме мінезін қатайтып тастағандай, тіптен даусы да әлде қайда жуандап, қабағына қатаңдықтың қыртысы түскен. Жомарт, қалың қалай? Денсаулығың жақсы ма? Көріп тұрғаныңдай, менде бәрі керемет. Сенің қалың қалай? Мына балалардың сүйкімдісін-ай, бақытты шығарсың. Анамнан сенің көп ұзамай-ақ тұрмысқа шыққанымды естідім. Жомарт, тұрмысқа шыққаным рас. Менде басқа амал болмады. Қалай қиналғаным бір Құдайға аян. Аяғымның ауыр екенін біле тұра Мұхтарға күйеуге мәжбүр болдым. Өз ата-анам да сенің анаң, мен бауырыңда мені қабылдамай, бетіме түкірді. Шыдамның шегі болар егіздерді алдымда үйден қаштым. Бағыма орай мерімді жандарға кезіктім. Сол кісілердің арқасында дәл қазір сенің алдыңда отырмын. Тоқта, сен баланы алдырмадың ба сонда? Мына бөбектер менікі ме? Анам маған басқаша жеткізген болды ғой. Неге осы уақытқа шейін маған бір келіп кетпеді? Қазірде аяғымды әзер көтеріп, сырға келдім. Соңғы кездесуімізде маған қатты ауыр сөздер айттың. Мен сенің осы жағдайыңа кінәлі жалғыз себепкермін. Мені жек көріп кетуіңнің себебін де жақсы білемін. Сенің алдында арым таза болғанын қалаймын. Кешірші мені, балаларымның әкесі. Мен сені мәңгілікке жүрегімде сақтаймын, деп қоштаспастан шығып кетті. Балалар шыдамсызданып жылап, анасының есін шығарды.
Үйге жеткенше көлікте үн-түнсіз жылап бара жатқан Арайлымның Жомартқа деген сезімдері сөнбеген. Ғашығының тұнық жанарын көргенде мәңгілікке ұйқыға кеткен махаббатты оянып, жүрек қағысы жиілей түсті. Полковник мұны айтқызбай-ақ түсініп қойғандай. Жомарттың ісін қайта қарауға өтініш тастап, екеуін қосып сауабын алуға бекінді. Істің қайта қаралуына әрекет жасаған полковник Жомарт үшін тым әділетсіз шешім қабылдағанына көзі жетті. Сол кездері қорғансыз жігітке ешкімнің де қол ұшын созып, көмекке келмегені бесенеден белгілі еді ғой. Ал Арайдың өз үйіне қайтқанын жөн санап, бірсыпыра бастан аяқ киіндірді. Арайлымның ата-анасына деген өкпесі қарағазандай төңкеріліп жатты. Полковниктің көлігі жастық шағы өткен ерке қыздың үйінің есік алдына келіп тоқтады. Үйден қош келдіңдер деп жүгіріп шыққан ешкім жоқ. Есікті ақырын ашқан Арайлым ұйқыда жатқан әкесін оятып жіберді. Қызым, бұл сен бе? Сені көріп тұрған көздерім алдамады ма? Жоқ әке, мен Арайлым қызыңызбын. Көздеріңіз алдамады. Қайда жүрсің жаным-ау? Неге жоқ болып кеттің деп қызының халін әке сұрай бергенде анасы келіп қалды. Қайдан жүрсіз қаншайым? Әкең сен кеткелі бір орнынан тұрған жоқ. Ал сенің жағдайың жақсы сықылды. Шырттай киініп, жаңа байға тиіп алғанбысың? Анашым, неге олай дейсіз? Сіз мені сағынбадыңыз ба? Ана деген ботасын сағынып, жүрегі жылап, бөзінгендей боздамаушы ма еді? Қараңшы, мынау немерелеріңіз. Тәтті ғой, доғар, басымды қатырма менің. Ботам болып қалыпты ғой жалмауыз. Одан да әлгі көліктегі байың айт, бізге көмектессін. Жағдайымызды көріп тұрсын ғой, арам тамақ. Анашым, неге мұншалық қаталсыз? Мен сізді сағындым. Әкем екеуіңізді бір сәтке де ойламаған күнім болмады. Басымнан не өтпеді менің анашым? Неге мені іздер сұрары жоқ адамша қалдырып кеттіңіздер? Мейлі, әкемнің жағдайы жоқ. Сіз ше? Қызыңыз үшін бір ретте болса алаңдамадыңыз ба? Мені қайдағы бір жауыздардың қолына тастап, ат-ізін салмай кеттіңіз. Есікті неге сонша қатты жаптыңыз анашым? Мынаның тілі ұзарып кеткен бе қалай? Сен кімсің, мені оқытатын? Айналайын ар ойна, деп анасы аузына келген оттай бастағанда полковниктің шыдамы таусылып. Кешіріңіз, сіз қандай анасыз? Қызыңыз қиналып қайыршылық кешіп жүргенде таныстым. Мен қызыңыздың күйеуі емеспін. Бәсе дейм. Бұл салдықы тағы да бір бай тауып алып, жолдан бала туып алды ма, деп жаным ашып тұрса, деп анасы қайта уын шашты. Арайлым шыдай алмай әкесіне шағымданып кеудесін ыза кернеді. Әкесі, қарағым, жалғызым-ау, дүнием тұрғанша тұруым керек еді. Әтсе, туған анаң болғанда бұлайша сені зарға қақсатпас беді, бұл қақпас. Байлығым тасып, дәурім жүріп тұрғанда аяғымда жалап, ақшаның құлы боп жүрді де. Жиғаным ортайғанда күшіне мінгенін көрмейсің бе? Деп жылап қалды. Арайлым әкесін түсіне алмай, әке, қалайсың да? Анам неге мұншалық өзгеріп кеткен? Әкесі, бұл әйел сенің анаң емес. Туған анаң сен өмірге келгенде-ақ мына жалғанмен қош айтысқан. Көп ұзамай анаңның құрбысына қосылдым. Қабырғам қайысқан шақта осы әйелден мейірімді, жанашыр жанды көрмеп едім. Саған да маған да жақсы қарап келген әйел қазір жаныңды танымастай өзгерген. Құдай құрсағына бала бітірмей пейіліне бермеген-ау, деп бар шындықты қызына шайып салды. Бұл Арайдың 25 жыл бойына естімеген ең ауыр өтірігі болғанды. Ойда жоқта анасы, өгей шешесі, үйден кететінін айтып бәрінің төбе шашын тік тұрғызды. Қайда деген сұраққа жауабы, біраздан бері көңіл жарастырып жүрген біреуі бар көрінді. Арайлымды әкесіне табыстырған полковниктің ендігі әрекеті Жомарт қалайда жақсы адвокат тауып, темір тордан босату болды. Қайта тексерістен соң Жомарттың жазасы жеңілдегенмен, сәбір көрсеткен жанның кешірімі керек болды. Арайлым Мұхтардың алдына қайта барғысы келмесе де баруға тиіс. Бет көріспестей болған жандарды көруі керек.
Балаларының болашағы үшін көзін тарс жұмып, демін ішіне терең жинады. Бұрынғы келіндерін жылы шыраймен қарсы алған жан болмады. Мұхтарды екінші рет некелестірген енесі мұны есіктен аттап бастырмады. Аузына келгенін айтып, тас лақтыруға шейін барды. Тек балаларды обалсынған Мұхтар келген жағдайын сұрап, сөйлесуге рұқсатын берді. Жанына жетіп келген жұбайымен анасының бөлмеден шыға тұруын өтінді. Мұхтар, балалар өсіп қалған ба қалай? Өзің тәуірмісің? Жағдайың қалай? Білем, мен қазір саған ренжіп, сөзімді қор қылмауым керек. Бірақ мен сені жақсы көремін. Қорықпа, жүрекпен емес, ақылмен ұнатамын. Менің мына хәліме сенің жазығың жоқ. Саған көрсеткен қорлығым аз болмады. Алланың басыма бұйыртқаны сол болар. Қазір арбада отырмын. Сонда да мен үміт үзбеймін. Әйтеуір бір күні мен де аяғымнан тік тұрып, мына қарғыс атқыр арбаны лақтырып тастаймын. Көп сөйлеп кеттім бе? Сенің осылай үнсіз мені тыңдап отыратыныңды сағынып қалыппын. Ал, айт жөніңді. Тегіннен жүрмегеніңді ішім сезеді. Бұйымтайыңды айта ғой, алтыным деп. Арайдың ішіне жылулық ұялатты. Мұхтар, мен жақында Жомартпен жолықтым. Менің балаларымның әкесі, оның үстіне екеуміздің кесірімізден торға тоғытылып отыр. Жастық шағының қамақта өткенін қаламайым. Мен де қатты қиналып кеттім. Егіздерді жалғыз өсіріп жетілдіру мүмкін емес. Сенен өтінішім сол, Жомартқа кешірім беріп, жазасын жеңілдетуге қол ұшын берші. Бәрі менің шешіміме тіреліп тұрса, әрине, мен өз парызымды өтеуге дайынмын. Ендеше кеттік, не тұрыз? Деп арбасының доңғалағын епті қолдарымен айналдыра жөнелді. Бірінші Алланың, екінші полковниктің ықпалымен Жомарттың жазасы 2 есеге жеңілдеп, көп ұзамай үкіметтің кешіріміне ілігіп, бостандықтың сау ауасын жұтты. Жомарттың ең бірінші алғысы полковникке арналды. Рахметін айтып, өз туып өскен үйіне, анасы мен бауырына асықты. Арайлымды жанына ертіп үйіне де келіп жетті. Баласынан күдер үзген ананың бір сәтке жүрегі тоқтап қалғандай күй кешті. Балам-ау, қайдан жүрсің? Түрмеден қашып шықтым демеш. Саған әлі ұзақ отыру керек еді ғой. Алтыным, жаным сол. Анашым, мен енді ол жаққа аттап баспаспын. Мен енді азатпын. Толықтай аяқталып, бостандыққа шықтым. Анашым, жүдеп кетіпсің. Бауырым қайда? Неге жападан жалғызсыз? Неге соңғы кезде мені іздеп келмей қойдыңыз? Мен көп ұзамай Арайлымға үйленемін. Ақ батаңызды алуға өзі де әне есіктің алдында күтіп тұр. Жоқ, ол жүзі қараны табалдырығымнан аттап басқызбасын. Кетсін, көзіме көрінбесін. Неге анашым? Ол менің сүйіктім. Сізді де Арайды да жанымнан артық жақсы көремін. Мейлі, сен сүйгенмен, ол сені сүймейді. Сүйсе сені тастап басқаға тұрмысқа шығармайды. Анашым, бәрі сіз ойлағанда емес. Біз енді бірге боламыз. Қараңызшы, тәп-тәтті балапандар біздің балаларымыз. Сіздің немереңіз. Арайлым, бері келіп, анамның қолын сүйші деді. Мен білетін, Арайлым көкірек емес еді ғой. Кел жаным деп, өкінішімен өкпесі кеудесіне тұмшаланып қалған сүйіктісін жанына шақырды. Табандап қалған Арайлым балаларымен естімегенде кейіп танытты. Жомарт Арайдың қолынан ұстады да анасының алдына келді. Анасы да баласының сүйіктісіне қарауға беті жоқ. Екеуіңе не болған? Екеуіңіз де маған қымбат жандарсыз. Арайлым, сен мені күтіп, осы уақытқа шейін қаншама қиындықтарға төзгенде, анама иіле салу қиын ба? Мен өміріңді байлаймын десең, ал менің жалғыз анам саған ауырлық қылама. Анашым, сіздің өмірлік түйген тәжірибеңіз, көргеніңіз аз емес қой. Үлкендігіңізді көрсетіп, менің сүйіктімді қабылдасаңыз деймін. Менің төбем көкке бір елі жетпеуші еді. Басыма түскен ауыр нәубеттен Алланың қалауымен құтылғанымды екеуіңізден жасап тұрғандарыңыз менің жүрегіме ауыр тиюде. Балам, бәрі сен ойлағандай емес. Мен сені жақсы көрем, деді анасы. Жаным, мен де сені жақсы көрем, деді Арайлым. Сонда қалай мені жақсы көретін екі адам неліктен бір-бірін жек көріп тұр?
Бұдан да қайта темір тордың арғы жағында қамалып жатқаным дұрыс еді. Анасы тұрып, балам, олай деме. Мен келінді қабылдадым деді. Арайда болашақ енесінің қолын алып, кешірім сұрады. Жомарттың көзінен қуаныштың жасы мөлт етті. Өмірінің мәнін келтірген екі жанның татулығынан артық оған қуаныш жоқ секілді. Балаларын апасының қолына ұстатып, үйге кірмекші болғанда не енесі? Әйкел, осылай шошаңдап үйімізге кіре салмақпысың ба? Тоқта деп, даусын қатты шығарды. Жомарт анасына қарап, қайта елең еттеді. Анасы салтты сақтап, отқа май тамызып, оң аяқпен аттатамын келінімді деп, жүгіріп үйге бірінші өзі кіріп кетті. Жомарт пен Арайлымның көп ұзамай үйленді. Арайдың қызығын көре алмаған әкесі өмірден амалсыз өтті. Арайға қамқор болған полковник өкіл әкесі атанып, қызының жасауын беріп, үлкен той жасады. Мұхтар Жомарт пен Арайлымның тойына таяқ сүйеніп келді. Ол аяғын ақырын басып арбадан арыла бастады. Аяқтан тұруына өткенде босатып, кешіруі себеп шығар. Соңы, әңгіменің соңы, бұл оқиғада періште ешкім жоқ. Тек қателіктерін түсінген жандар көп. Қалай, әңгімем ұнады ма? Қандай ой түйдіңіздер? Әңгіме ұнаса, лайк басып, пікір жазып кете қойдыңыздар. Және жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.